қонақта Өзбекстан Самарқанд облысы Күшрабат ауданының тумасы, қазақтың ақыны, драматург, аудармашы, сазгер, платинды Тарлан тәуелсіз сыйлығының лауреаты, Парасат орденінің иегері Исраил Сапарбайұлы. Аға, қош келдіңіз. Рахмет. Исраил аға, сізге қояр алғашқы сұрағым, 70-ге жуық әндер мен 150-ге тарта ән мәтіндерінің авторы екеніңізді білеміз. Ал өзіңіздің алғашқы жазған әніңіз, өлеңіңіз есіңізде ме? Şu ән мен өлең екеуі қосылу ғой. Өлеңіңіз. Екеуі қосылғанда бар, екі бір-бірімен жаңағы қыз бен жігіттің қосылғандай шығады ғой. Сондықтан мына сенің алдыңдағы мәлімет, бұл 70 деген осыдан қайда 70 жыл демей қойын, осыдан бір 20-30 жыл бұрынғы мәлімет қой. Ана неден кітаптан алған болды. Құдайға шүкір, мен жаңа келесі айттым. Ол ән қазір 2 есе өсті. 160 ән дүниеге келді. Әнді сөз өзіндік. Ал енді мына қаншама әннің сөзіне, яғни мәтін дейміз, оны енді мен есептеп жүрмін. Ол 300-400-ден ашып кетуім. Ол бір мақтанышымыз, бұның барлығы. Ол енді мынау жазу қолдан келді. Ол мысалы ақын болып, мысалы ақын болып адам туады. Жаңа айтып отырсың ғой, мысалы ақынды лауазымды, шығармашылығында айтып отырсың, оның барлығы мысалы енді жоғары жақта бұл рух дейміз, рухани жақта, имани жақ. Ол енді мына жоғары жақтан бір келіп тұрады. Мысалы шарт дегеніміз болады, ән қалай шығады. Мысалы мен сіздерге отырмын осында. Мысалы мен енді ән шығарып деген кезде алғаш біртүрлі күлген маған. Қойыңызшы, сізге ақтыққа жетеді ғой депті. Бұл Алланың беріп отырған сыйымыз. Бірақ мен егер сол жас кезінде, өзі айттым, жас кезінде мектеп оқушы болған кезінде мүмкін мен сол жаңағы консерваторға түспесем де, мысалы жаңағы ағарту өнері бар, жаңағы музыканы сабақ тәлім беретін, нота беретін, сондай мен бітіремедім. Бұл мына кейін келді. Өлең алғаш рет келді, ән дүниесі кейін келді. Демек екеуі бір егіздің сыңары сияқты бір-біріне байланысты екен. Қазір Құдайға шүкір, енді нота білмегенім өзінде де мен жоғары жақтан Алла тарапынан ғайыпта маған ән келіп тұрады, тылсым дүние. Мысалы кейде өзім ойлаймын, бұл қалай келеді мысалы? Мені іздеп келеді тағы да, менің жүрегіме келіп қонады. Сосын мен оны тақырына жандарға бөлеміз дағы, мына романс, мына баллада, мына лирика деген сияқты, оны тақырына бөлеміз, соған өзім сөз жазады. Ол өзімнің ішкі процесін. Ән келген соң енді Алла маған енді ақылық берген ғой. Сондықтан екеуін қосамын, екеуі табысады, сол екен бар әптен бітті деген кезде әншілерге беріп, әнші халыққа береді, сахнаға көрінеді. Ал енді мысалы мен бүгінгі келген себебім осындағы театр, осы өзіміздің шаңырағымыз, рухани орталығымыз, олар менің жаңағы осы бәлемай жыл бұрын жазған, сонау желтоқсан оқиғасына байланысты дүниеге келтірген Мәжнүн деген пьесам бойынша. Ол енді екі жерде қойылды. Біріншісі мысалы өзіміздің Алматыдағы Әкем театр дейміз, әуезов театрында қойылды. 7 жыл болып, 7-ші жылдың өзінде тағы да сол репортаж түскен жоқ. Содан кейін Нарын деген балаңызбен танысым маған бір хабарласып, аға мен Алматыда келіп едім, Әкем театрда екеуміз бірге түсіп, мен шақырып, екеуміз бірге түскен сол театрда көріп. Сонда мына Мәжнүн көрген екен, оған оңдаған болу керек. Мен оңдаған мен тағым бұл сендердің театрға мен барып көрген жоқпын. Оның мына әлеуеті күші жете ме жетпей ме, бірақ мен саған сен сұрағаннан берейін. Тәуекелді. Бұны содан кейін егер мына бірісі көреді, ол күрделі тақырып. Бұл оңайлықпен болмайды. Оған актерлер дайындау керек. Содан кейін одан бері бір жыл өтпесе жатысы болды. Енді өзі кімде адамды намысты жетеген, өзіне сенді ме. Содан енді сол аға дайын болды. Соның 2 күн премиясы болады. Соны өзіңіз көріп, соны бір пікіріңіз айтып кетсеңіз деген кеше келіп, кешке көрдік. Енді жастар театры болғаннан кейін, бұнда өзі 3 театр бар екен ғой. Қазақ, орыс және жастар театры. Жастар театры болғаннан кейін, жастарға қадыр сен анда мен табуға болмайды. Сынауға да болмайды. Өйткені алғашқы адамы жақсы, ниеттері жақсы екен. Актерлер жақсы. Бірақ енді кейде ойлаймын, мысалы, олар кеше, мысалы, осындағы кәсіпті театр бар ғой. Олардан кеше келді ме, көрмеді ме, білмеймін. Ал осыны келді де беріп айтқан жоқ. Тек жастар театры мен студенттер жастар болды. Мен кейде ойлаймын да, 3 театр болса, орысы маған орыс театр басқа болды. Енді қазақ театры бір-бірлерімен хабарласып беру ғой. Рухани байланысты керек, оларда қуарып. Олардан мысалы жаңағы Амангелді, жаңағы кімде біреу айтқан жоқ. Үлкен театрды келген жоқ. Мен соған бір түрлі болып қалдым, өкініп қалдым.
бірге қуанымыз керек, бірге көруіміз керек қой. Жастар театрда болса, үлкен театрдың қолғанаты ғой мысалы. Ізбасарлары келіп көріп өздері пікірін айтуға болмайды мысалы. Кеше мен байқадым мысалы, үлкен мысалы үш одақ кейіпкер бар. Жаңағы Ғазиз, Мәжін деп отырған, содан кейін Сағыныш, сосын Жарқын деген. लेकिन басқа да эпизодты ойнайтындар бар. Енді солар әлі де тәжірибесі жетпей жатыр. Мүмкін бір тәжірибе алмасу, актерлер алмасу, мынау жетпес біз алып сөйтіп болар еді ғой. Бір қалада тұрып, бір театрда жұмыс істеп, екі беріп болған сол машина болмаған жоқ. Есін айтады. Екі беріп кету керек кейбір сәтте де. Бір осы жағынан бірақ премьераны көрдім. Бүгін енді тағы екіншісін көріп, екінші құраманы көрейін деп представлять етті. Сосын Құдайға шүкір, енді бұларға айтып отырмын, жолдарың болсын, ниеттерің жақсы, басқа рухани дүние, рухани жағуға әлмедел кеп тұр. Біз осыдан бір ширек ғасырдан әрі өткен, кеше ғана өткен желтоқсан оқиғасын жүрегімізді қолдауымыз керек, сол кезде қаһармандар, қайрат кісіліктер. Біреу қаза болып кетті, біреу қол сүргінші, біреу сотталды. Сол ол реальный шындық дүние, кеше ғана болған. Сондықтан оны жастар көрсе басқаша өмірге көзқарас өзгереді ғой. Ішіне рух қонатын кәдімгі сондай. Неде электронның ішіне рух қонған жас емес. Сондай мақсатпен оны мен көріп, қуанып отырмын, бүгін тағы көремін, Құдай қаласа жолдары болсын жастар. Бірақ бұл арада театр бір-біріне шығармашылық байланысты болу керек. Рахмет аға. Жаңа жастар деп айта кеттіңіз, биылғы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың айта кеткендей, келер жыл, яғни жастар жылы деп. Жастар жылы өте жақсы болды. Сіздің қазақ жастарына деген көзқарасыңыз қандай және сенім білдіресіз бе? Енді қазақ жастары деген кезде, енді бізде жаңа айтады, бізде ғашық болған деген ән бар ғой, өздерің білесіңдер ғой. Сол сияқты бізде жас болдық, студент болдық, мектепте оқыдық, одан да бұрын. Қазір мысалы Құдайға шүкір, әйтеуір қазақтың болашағы бүгін ертең үшін, қазақтың руханияты үшін, әсіресе өнер әлемі үшін әйтеуір тер төгіп жұмыс істеп жатқан жағдайымыз бар. Алла тағала қанша жас береді, сонша өмір сүремін, бірақ деймін, сонша жазу керек. Сол туралы алып келген кезде, мысалы, енді кешегі біздің жас кезімізбенен бүгінгі жастарды салыстыруға келмейді. Арада қаншама жыл өтіп кетті, жарты ғасыр өтіп кетті, ең кемінде. Өйткені қазіргі өмір басқаша. Мысалы, көзқарас басқаша. Біздің оқыған кезімізде жай ғана мектеп болды, мысалы, кішкентай мектеп болды, ауыл мектебі болды, бастауыш бітірді, одан кейін бір 7 жыл, одан кейін бір 10 жыл деді. Бірақ ол кездегі мүмкіндік қазірге салыстыруға келмейді. Қазір мысалы технология бәрі түсіріп жатыр мысалы. Сондықтан қазір мүмкіндік өте мол. Жалпы өзіміздің ауқымызда қалып қоймай, мемлекетіміздің есінде қалып қоймай, әлемдік ауқымға шығуға толық мүмкіндік бар. Оқығанды ары қарай жалғастырып мысалы. Онда мысалы енді 10 жыл бітірген кейін бір шетелге білімін деген болды. Шетелге барып білім алу керек. Не үшін? Мына отаныңа, еліңе қызмет істеу үшін. Онда қалып қойып болмайды. Өйткені сен патриотсың, сол сені өсірді, сен дүниеге алып келді. Ал енді маған енді елім, жерім, ата-анам керек емес деп қалып қойсам, ондай жастармен жек көремін. Өзің ұшқан мысалы. Мысалы құстың өзі бар ғой, ұясынан ұшады ғой. Ұясынан ұшып, аспанды шарлап келіп қайтып, өзінің ұясына қонады. Адам баласы сондай. Сені ұшырған, сені дүниеге алып, саған қанаттанып, сені түлеткен өлім қазағына қайтып келмесем, мен ондай отансыз деп есептеймін. Одан ары қылмыс, одан ары қиянат болмайды. Сондықтан да мен Мағжан айтқанда мен жастарға сенемін дегендей, оның бір үлгісі мына қазір ғана осының алдында осындай университетке кездесу өтті. Мен ойламаған кездесу өтті. Бірақ жұрттар риза, мен де бұл оқырмандарымды таптым. Құдай қаласа келесі жылы шақырамыз, келесі көлемде бірімізге уағдаластық. Оның үстіне жаңа өзің айтқандай жастар жаза екен, тіптен жақсы. Жолымыз ашыла берсін қай-қайсымызда. Және де біз осы Сәрсен Аманжолов атындағы университетте оқып жатырмыз ғой. Өзіңіз көзіңізбен көрген екенсіз Сәрсен Аманжолов. Ол кісіні мен жаңағы Алматыға келіп кетіп жүрген кезде көргенмін. Енді Алматыға тегін келмейсің ғой. Алғашқы кітабымызды, қолжазбамызды тапсырамын. Келіп бір апта келемін, көремін. Сондай кезде мысалы жаңағы бір күні осы ол кезде мен қазір егемен Қазақстан социалист Қазақстан деп атадым. Сосын өзіміздің қазақ әдебиеті екеуінің біріне шықты, жас алғашқы шықты ма екен білмеймін. Бір күні қарасам бір бет мақала болғанда Сәрсен Аманжолов. Ол кісі ғалым, тарихшы, лингвист екенін білеміз ғой. Мен соны оқығандағы таң қалғаным. Мысалы мынау сонау
өзіміздің Қазақстаннан Москваға одан ары қарап жаңағы Аляскаға барып, Алясканы әрі асып Америка маршруттарына барған. Сонда ол кісі онда бір нені оқыды, жаңағы дерек көзін оқыды ма, бояғы мысалы үндістері. Индусия дейді мысалы, оны абориген дейміз, мысалы, южноамериканцы деп жатамыз мысалы. Сонда үндістер тайпасының қалған құтқандары. Солардың өмірі зерттеуге барған ғой. Еш мемлекеттің көмегінсіз, ешқандай командир анамносы өзі барған, өзі қызығып барған. Бұл нағыз тарихшы, нағыз лингвист, нағыз ғұлама деген сол. Кеше көрдім, келетін кезде С аман жоқ деп қойды да. Қай аман жоқ екен бұл? Аман жоқ деп көп, қасым аман жоқ деген бір басқа бар. Содан кейін ойладым, ай соғыс болады деді. С деп тұр ғой. Сәрсен аман жоқ болды. Бүгін айтқандай солай екен. Бірақ ішімде тұрды, С аман жоқ демеу керек, Сәрсен аман жоқ деп жазып қою керек. Сонда түсінікті болады. Сәрсен аман жоқ екен мысалы. Сол сияқты, ал енді ол кісі мысалы ғылымға, әсіресе біздің танымымызға, ғылым, өнер, білім танымымызға шексіз сосқан адам. Әйтпесе өз жанкешілік деген сол. Мына Қазақстаннан бір қазақтың атынан барып, ғалымдардың атынан барып тұрып, бір ай тұрған, қызықтырған. Алашкенде бір апта болған деген шығар, бірақ бір ай бойы ана объект жағы қызықтырған. Өйткені сол үндістер біздің жаңа тілімізге, дәстүрімізге, салт дәстүрге, реңдеріне дейін өте жақын болды. Бұл қазақтар шашып қойып жүрген мысалы. Қазір бізде Апачи деген киноны көрдіңіздер ме? Апачи, баяғыда Апачи деген. Міне сол Апачидің өзінде де басқаша. Демек олардың түрі де түсі де, тұрмыс салттары да, салт түсі бізге дөп дәптер келген. Сонда мына біздің Алтайдан тараған біздің түркі дүние, түркі әлемнің ұрпақтары Сорақайын ауып кеткен. Сол жақта мысалы қазір мысалы мынау өркениеттің шыңына жеткен ацтектер бар, ацтек дейміз, майя деген елдер бар. Сол майяда мысалы олар мысалы мынау неде Мексикада көп. Бұрынғы көне неде қалғандар, сонда мына Мексиканың жаңағы саванасы даласында бір нені тапқан ғалымдар. Бір жерге түсірген цемент сияқты, сондай бір ол қараса, ол кезінде ол аэропортта аэродром болуы мүмкін. Сонда оның әрбір плитасын, әрбір бөлігін қазіргі техника оны қозғалмаған, орнынан көтере алмаған. Демек, олар біз енді өркениеттің орталық белінде жүрміз бе қайда, олар соның шыңына жетіп қойған майя ацтектен адамзаттың ең өркениет. Мысалы, мына кісі Сәрсен Аманжол ағамыз. Соны біліп зерттеп барып отыр ғой. Соны зерттегені жаңағы үндістердің, қазір енді олар абориген дейді. Олар ұлт есебінде осында болған деп қана сақтап отыр американдар. Бәрі қырып жойып жіберген. Испандықтар, француздар, американ ағасынан құртып жіберген. Көрдіңіз бе? Сөйтіп өздері басып алған. Бірақ үндістерді ашен қалдырған. Көрдіңіз бе? Бұдан трагедия болмайды. Тұтас ұлт жоғалып кетіп отыр. Ал ол кезінде мына өзіміздің Алтайдан шығып кеткен ғой мысалы. Қазір мысалы өздерің ойлап Жапон, Корея. Оларды елдер өздерін мойындап отыр қазір. Осы мың жылдан әрі қарай өзім Алтайдан шыққан Алтай түріктер екендігін, түрік халықтардың бір өкілі екендігін. Бұл қаза берсеңіз, айта берсеңіз, бұл тарихтың шексіз осындай жаңалықтары бар. Соны мысалы, соны ең бірінші кеңес үкіметінің кезінде сол жаққа бір арнайы бір ай зерттеп, міне менің зерттеген тапқанымды үндістердің міне қазақ өзіміздің түркі халықтасы деген бір буын екендігін дәлелдеген сондықтан бұл кісі. Ал соның уақытта мысалы үлкен мына Өскемен қаласында университет үлкен білім ғимаратын беріп отқанына қуанып отырмын шынымен де. Тек қана енді соғыс туралы біз не болса, көріп отырмын, мен жаңағы Назарбаев тану несін көріп отырмын, керемет ғимарат жас бәрі де бар. Бірақ соғыс туралы арнайы бір не ашса, өмірін зерттеп, мысалы, өмірбаяны кім болды екен. Біз осы университетте оқымадық ғой енді. Ал ең бір соғыс туралы біз білуіміз керек. Соғыстың туған жылынан бастап, қай жерге барып қайып, соны зерттеп. Осы бар ма екен жоқ па? Мұражай бар ғой. Мұражай бар. Бар болса, ол соғыс мына ғылыми еңбегін, ғұламалығын, жаңағы әсіресе сонау үндістердің түркі халықтарының бір буын екендігін зерттеген екендігін қолдайды. Соны міне осының тарихы шежіресін өмірбаян кеңірек жазу керек деп отырмын ғой. Рахмет аға. Неге шағын сұхбатымыз аяғына жеткен сияқты. Исраил аға алтын уақытыңызды қиып, бізге қызықты сұхбат бергеніңізге мың алғыс. Және енді осы Сәрсен Аманжолов атындағы білім беру ошағының студенттері мен оқытушыларына бөлісіңізді білдіріп,
тілек кітапшаңызға қолтаңбаңызды қалдырсаңыз. Тілек па? Енді тілек жазып отырды ғой. Рахмет сұхбатыңызға. Жақсы, рахмет.